осы сайттан 1500 теңге, 7344 теңге, 2334 теңге шешкен болатын. Бұл бәрі менің Каспи Голдыма сәтті келіп түскен. Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі бейнероликте сіздерге тегін түрде қалай 600 теңге алу керектігін көрсететін болам. Бұл телефонға арналған, яғни приложениясын жүктеп алсаңыздар болады, немесе тіпті сайт арқылы кіріп, бірден жұмысқа кіріссеңіздер болады. Сілтемесін описание қалдырып кетемін достар. Достар, айта кетейін, каналға тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар, бұл маған кәдімгідей мотивация беретін болады. Жақсы, кеттік. Ең бірінші біз регистрация өту керекпіз. Өзіңіз номер телефон жазасыз, өз қолыңыздағы шын бар номер телефон жазасыз, өйткені сізге код келетін болады. Одан кейін пароль ойлап табасыз, қайталайсыз, растау коды бұл жақта get деген басасыздар, и сізге телефон номеріңізге код келеді. Келмеген жағдайда, мысалы 128 обратный счетчик жүріп жатады, келмеді ма? Екінші рет getті басасыздар, и сіздер экраныңызға 6 сандық код өзі доли секундқа шығады, бір 3-4 секундқа. Соны қарап жаттап аласыздар да, ойыңызға сақтап, и растау кодына енгізіп, тіркелуді басасыздар. Мен уже регистрациясын өтіп қойдым, сондықтан бірден өзімнің жеке кабинетіме кіретін боламын. Бұл жақта ақша табу жолы, екі жолы бар, яғни салымды және салымсыз. Салымсыз айтып кеткендей, бағана сіздер 600 теңге таба аласыздар. Мына машинаны аласыздар, тегін түрде 0 теңге тұрады. И сіздер бірінші күні 300 теңге береді, екінші күні 300 теңге береді, и екі күнде сіз 600 теңге аласыздар. Дополнительный табыс табу үшін сізге Nissan деген сатып алсаңыздар болады. Бұны сатып алу үшін басып бетке өтеміз, ол жақта сіз Nissan деп тұрады. Бұл ең арзан машина 4000 теңге тұрады, и сіз бір айда 6000 теңге табыс табасыз. 4000 теңгені окупаймыз, и 2000 теңге таза табыс болып келеді. Бір айда 2000 теңге табасыз. Екінші машина бұл жақта Chevrolet Bolt деп аталады, яғни сіз 9000 теңге тұрады, сатып алсаңыз болады. Бұны сатып алғаннан күнделік табысыңыз 594 теңге болады. Бір айда табысыңыз болады 17820 теңге калькулятор бойынша есептегенде. Яғни сіз бір айда таза табыс 8820 теңге көресіз. Бұны сатып алу үшін, мысалы, сатып алу деген басасыздар. Сатып алу деген басамыз. Қазір сілтеменің счетыма мысалы ақша жоқ құйғанға. Мысалы, сіз 10.000 теңге деп тересіз. Баланс толтыр деген басасыздар, артыма 1000 теңге қосасыздар. SKPI деген таңдаймыз, дереу өтеулеңіз дегенге кіреміз. И мына жерде сіздер мысалы Жусан банкқа осы 16 сандық карта номеріне Каспи Голдпен, Халық банкпен или Жусан банктың өзімен жіберетін боласыздар. И комиссия ол жақта 200 теңге ұстайды, сонымен таза сіз 10200 теңге құртатын боласыздар. Ал тапқан табысыңыз 17820, даже 18820, өйткені нақты 1000 теңге бізде артық болып тұр. Жақсы. Мысалы, сіздер құйдыңыздар, жересіздер, жіберген деген 10-15 минуттан кейін сіздің счетыңызға келіп түсетін болады. И сатып алу деген басып, уже сіздер нақты успешно, яғни сәтті өтеді сатып алған. Сатып аласыздар, и потом нақты табыс деген вкладка кіресіздер, и ошақта бәрі жұмыстың бәрі ошақта орындалады. Яғни сіз күнделікті, мысалы 500 теңге нақты түсіп отырады, алу деген басып отырасыздар, алу деген басамыз. И сізге на счетқа түсетін болады. Міне 412 теңге болды. 3412 теңге общий счет болған екен. Мен бұл жаққа кірмегелі біраз болды, и маған осындай сумма жиналып қапты. Енді бұл жақта баланс толтыру деген ол ақша шешу деген мағынаны білдіреді. Яғни қара батырманы басасыздар. Мына жақта минимальный вывод 1500 теңге. Барлығын ақшаны шешу деген басам, и маған қазір 3412 теңге шеше алады екен. Мына жақта өзіміздің бірінші атымызды жазамыз, карточкада белгіленген ағылшынша почтамызды енгіземіз. Банк шоты, яғни сіз Каспи Голдтың 16 санын тересіз, или Халық банкта болады. Енді банк атауын мына жақта таңдайтын боласыздар. Мысалы, менде әр қазақтың бүкіл банкісі бар. Мен мысалы қазір сәтте Каспи банкқа шығарамын, сондықтан Каспи банкты таңдап растау дегенді басамын. Ақша шешіп алу деген басамын. Get дегенді бастым, и сәтті жіберілді дейді. Енді күтетін боламыз. Міне қараңыздар достар, код келді, 436 325 дейді. 436 325. Окей. Ақша сәтті шығу. 3 күн аралықта келіп түседі дейді, но примерно мен осы үшеуіне шешкен кезде 1-2 сағатта келіп түсетін. Қазір сіздерге бұны келіп түскенін уведомлениесін көрсететін боламын. Және сіздер бұл жақта партнерская программа арқылы тоже салымсыз ретінде табасыздар. Достарды шақыр деген вкладка кіресіздер, и міне сіздің кодыңыз и өзіңіздің жеке сілтемеңіз тұр. Осыны скопировать етіп алып, сіздер елдерге таратасыз. Мысалы, менің атымнан 29 адам кірген екен, и бір адам инвестиция жасаған 9000 теңге құйған екен. Соның арқасында мен қазір бұдан пайда көріп жатырмын. И бір адам мысалы өз атынан 15 адам шақырған екен. Жалпы бір адам 2 адам шақырып жатыр екен. Но примерно мен ойымша 15 адам шақырып, өзі бонус ретінде ақша жинап, и минимальный выводты шығарып алды деген ойдамын. Сөйтіп сол үшін жасаған деп ойлаймын. Жақсы. Енді достар, бұл жақта ақша келіп түскенін күтетін боламыз. Уведомление қалай келеді, содан кейін мен видеоны жалғастыратын боламын.
Міне достар, 1 сағат аралықта Каспий Голдқа 3071 теңге келіп түсті. Осылай достар, өздеріңіз ақша тауып көрсеңіздер болады. Ақша табу таппау ол өз еркіндеріңізде. Сіздермен мен болған Апок, келесі көріскенше.